Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Алдағы рецепттерді жіберіп алмас үшін тіркеліп алыңыз. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Бүгін осындай өте оңай дайындалатын әрі дәмді болып шығатын кешкі асты дайындаудың әдісімен бөлісетін боламын. Алдымен тауық етін жуып тазалап аламыз. Осылай видеода көрсетілгенде ұзынша етіп тураймыз. Одан соң тауықты дәміне қарай тоз бұрыш салып араластырып 15 минутқа маринадтап қоямыз. Тауық маринадталғанша картопты ұзынша үккіштен өткіземіз. Қажетті құрамдардың барлығының өлшемін төменде описание бөліміне қалдырамын. Енді осындай формаға сұйық май жағып аламыз. Форманың өлшемі менде 20-30 см. Астына картопты саламыз. Одан соң маринадталған тауық етін саламыз. Үстіне құю үшін қаймақты соусымызды әзірлейміз. 2 жұмыртқаға чеснокты үккіштен өткізіп саламыз. Үстіне 200 грамм қаймақ қосамыз. Дәміне қарай тоз бұрыш саламыз. Одан соң үстіне 40 грамм сырды ұсақ үккіштен өткіземіз де барлығын біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Дайын болған қаймақты соусымызды еттің үстінен құйып шығамыз және барлық бетін жауып тұратындай етіп қасықтың көмегімен жайып аламыз. Қалған 100 грамм сырды да ұсақ үккіштен өткізіп дайындап қоямыз. Форманың бетін фольгамен жауып қызып тұрған пеште 180 градуста 45-50 минут пісіріп аламыз. Пісіп дайын болғаннан кейін бетіндегі фольганы алып тастап 100 грамм сырды сеуіп тағы да 10-15 минуттай пешке пісіріп аламыз. Міне осындай кешкі асымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет.